Мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш беру жөніндегі нұсқаулық. Өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге патент беру Казпатент сайтына кіреміз. Басты бетте жеке кабинет қойындысын таңдаңыз. Қойындыны басқан кезде сіз автоматты түрде жеке кабинет терезесіне өтесіз. Авторизация тіркеуді қажет етпейді. Сіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңызды пайдалану жеткілікті. Әрі қарай өтінімдер түймесін басыңыз. Ашылған терезеде іздеу арқылы қажетті өтінімді тауып, оны ашыңыз. Өтінім қойындысында қатынас хаттар бөліміне өтіңіз. Жаңа терезеде құжат қосу батырмасын басыңыз. Содан кейін құжат түрі. Ашылған тізімнен қорғау құжатын беру туралы өтініш немесе мемлекеттік қызмет көрсетуге өтінішті таңдаңыз. Егер өтініш өкіл арқылы берілсе, сенім хатты тіркеу қажет. Мемлекеттік қызметке мерзімінен бұрын жариялау туралы өтініш хатсыз жүгінген жағдайда өнертабысқа патент беру туралы мәліметтер 18 ай өткеннен кейін, пайдалы модель 12 ай өткеннен кейін, өнеркәсіптік үлгі өтінім берілген күннен бастап 12 ай өткеннен кейін жарияланады. Қажет болса, ашылған тізімнен мерзімнен бұрын жариялау туралы өтініш хат үлгісін таңдаңыз. Осыдан кейін төлеу батырмасын басыңыз. Төлем жасау үшін терезе ашылады. Төлем үшін көрсетілген сомманы тексеріңіз. Көрсетілетін қызметті алушының санатына байланысты. Заңды, жеке тұлғалар үшін, шағын және орта бизнес субъектілер үшін, жеңілдікті санаттағы тұлғаларға жататын өтініш берушілер үшін төлем Казпатент сайтындағы тарифтерге сәйкес жүргізіледі. Төлеушінің аты, жолағында өтініш берушінің жеке немесе заңды тұлғаның атауын көрсетіңіз. Заңды тұлғалар корпоративтік карта немесе кез келген үшінші тұлғаның картасы арқылы төлем жасауы қажет. Әрі қарай төлеу түймесін басыңыз. Жаңа терезеде бір карта деректерін толтырыңыз. E-mail және байланыс телефонын көрсетіңіз. Төлеу батырмасын басқаннан кейін сервердің жауабын күтіңіз. Жүйе сізді төлем туралы түбіртек тіркелген бетке қайтарады. Егер түбіртек жасалғаннан кейін терезе жабылса, қатынас хаттар мемлекеттік қызмет көрсетуге арналған жоба өтініші қойындысы терезесіне оралып, өтінішті ашыңыз. Құжатты қалыптастыру. Жасыл батырмасын басыңыз. Толықтырылған өтініштің дұрыстығын тексеріп, қол қою және жіберу түймесін басыңыз. Қол қою электрондық цифрлық қолтаңба кілтімен жүзеге асырылады. Өтінішті сәтті тапсырған кезде терезеде тағайындалған штрих-кодпен және жіберілді мәртебесі пайда болады. Мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш беру үдерісі аяқталды.